Әулие ата жастар бағдарламасына тапсырысты қалай беруге болатынын қазір мен сіздерге толық видео нұсқаулықты жіберемін. Жақсылап қарап алыңыздар. Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біздер әулие ата жастар тұрғын үй бағдарламасы арқылы сіздерге қалай өтінім беру керектігін көрсететін боламыз. Бірінші кезекте сертификат таңдау батырмасын басып, ETSP кілттеріңіз арқылы кіретін боласыздар. Дәл осы жерде сіздерге толықтай егов порталына кірген сияқты жұмыс жүретін болады. Яғни ETSP кілттеріңізді таңдайсыздар, парольдеріңізді жазасыздар, открыть және де подписать батырмасын басасыздар. Әрмен қарай сіздер міндетті түрде мен қабылдаймын пайдаланушының келісімін әрмен қарай кіру батырмасын басып, шарттармен танысу батырмасын басу арқылы келесі бөлікке өтесіздер. Бұл өтініш берудің бірінші саты болып есептелінеді. Бұл жерде сіздер асықпай шарттармен қандай құжаттар қажет болады, қандай форматта берілу керек, барлығы түгел жазылып тұрады. Әрмен қарай біз өтініш беру батырмасын басамыз. Дәл осы жерде сіздердің тұрғылықты жерлеріңіз көрсетілетін болады. Сіз қай ауданнан немесе қай қаладан өтінім беріп тұрсыз, дәл соны көрсетесіздер осы жерде. Растау. Әрмен қарай дәл осы терезені мұқият толтыруларыңызды сұраймын. Әрмен қарай сіздерден бірінші сұралатын мәлімет сіздің тұрмыс құрғаныңыз немесе үйленгеніңіз. Егер иә болатын болса, жұбайыңыздың толық мәліметтерін толтырып шығасыз. Әрмен қарай жоқ болатын болса, келесі этапқа өте бересіз. Өтініш беру туралы деректер мұқият осы бөлімді мұқият толтыруларыңызды сұраймын. Себебі қызмет көрсету саласы, білім саласы, журналист саласы, денсаулық саласы, қай салаға жатасыз, соны толтырасыз. Ал екінші баспана сатып алғыңыз келетін аумақты міндетті түрде қатесіз толтыруларыңызды сұраймын. Тараз қаласынан үй алғыңыз келеміз, ауданнан үй алғыңыз келемі, соны міндетті түрде дұрыстап, қатесіз көрсетулерін сұраймын. Әрмен қарай байланыс деректері видеода көрсетілгендей пошталарыңызды жазасыздар. Міндетті түрде қолданыста жүрген пошталарыңызбен міндетті түрде қолданыста жүрген телефон номерлеріңізді толық тексеріп түгел жазып шығасыздар. Әрмен қарай кіру, егер деректеріңіз дұрыс болатын болса, иә батырмасын басып келесі бөлімге өтесіздер. Көрсетілгендей келесі бөлімде бағдарлама қатысу үшін қажетті құжаттарды жеке-жеке PDF форматында міндетті түрде осыған мұқият болыңыздар. PDF форматында салып шығамыз. Әрқайсысына жеке куәлікті, бала туу туралы куәлікке баланың туу туралы куәлігін салып шығасыздар. Міндетті түрде осы видеоны мұқият қарасаңыздар, әрмен қарай өте жеңіл болып кетеді. Ең соңында көрсетілген отбасы банктың анықтамасы дәл осы жерге келгенде көбісінде бір сұрақтар туындап жатады. Оны қалай аламыз, қайдан аламыз? Мен сіздерге қазір асықпай көрсететін боламын. Ол үшін сіздерде отбасы банктың қосымшасы болуы қажет. Дәл осы отбасы банктың қосымшасы арқылы өздеріңіздің счеттарыңызға кіресіздер. Әрмен қарай операция батырмасы. Дәл осы видеода көрсетілген батырмаларды кезек басып отырасыздар. Өздеріңіздің қажетті счеттарыңызды таңдайсыздар. Міндетті түрде депозиттік счеттарыңызды таңдайсыздар. Яғни сол жерде сіздердің жинақтық қорларыңыз бар. 750 мыңнан жоғары болу керек. Яғни 750 мың немесе одан жоғары болу керек. Одан төмен болмау керек. Дәл осындай сіздерге сертификат шығады. Осы сертификатты міндетті түрде скачать етіп аласыздар. Дәл осылай сіздің суммаңыз көрсетіліп тұрады барлығы. Әрмен қарай сохранить батырмасын басып, өздеріңізге сақтап аласыздар. Осыны арғарып заявкаге жолдайтын боласыздар. Мінекей дәл осы жерге осыны тура осы сертификатты, осы анықтаманы саласыздар. Мінекей видеода көрсетілгендей. Құжаттарды толық салып біткеннен кейін қол қою қажет болады. Осы жерге өздеріңіздің келісімдеріңізді беріп, өтінімге қол қою. Әрмен қарай сіздердің физлицо, яғни ETSP ключтеріңізбен қол қоясыздар. Өтінім осымен беруді аяқталады. Дәл осы жерге өздеріңіздің парольдеріңізді жазып, открыть және подписать батырмасын басып, қол қойып өтінімді жолдайтын боласыздар. Құрметті бағдарламаға қатысушылар, өтінімді жолдау алдында міндетті түрде әр құжатыңызды ашып мұқият тексеріп көріңіз. Қатесіз болу керек. Толтырылған жерлеріңізді тағы бір қайталап оқып көріңіз. Одан кейін қана барып өтінімді әрмен қарай базаға жолдаңыздар. Сау болыңыздар, рахмет. Здравствуйте, дорогие участники! Сегодня мы расскажем, как подать заявку на жилищную программу «Әулие ата жастары». В первую очередь, вам необходимо войти через ETSP ключ. Нажимаете кнопку «Войти», выбрать сертификат. Именно здесь вам предстоит проделать работу, как в портале ЕГОВ. Выбираете ключи от ETSP, пишите пароль, нажимаете кнопку «Открыть» и «Подписать». Дальше ставите галочку «Я принимаю». Согласие пользователя обязательно. Вход и нажимаю кнопку «Ознакомиться с условиями». Это считается первой степенью подачи заявления.
Здесь вы можете ознакомиться с условиями, какие документы вам понадобятся, в каком формате они должны быть представлены. Дальше нажимаем кнопку «Подать заявку». Именно здесь будет указано место вашего проживания, в каком районе или в каком городе вы подаете заявку. Подтверждайте. Вы должны тщательно заполнить именно это окно. Первое, что у вас спросит, это замужем ли вы или женат. Если да, необходимо заполнить полные данные вашей супруга. Если нет, то тогда переходите в следующий этап. Выбираете тут необходимую вам сферу: сфера услуг, сфера образования, сфера журналистики, сфера здоровья. В следующем пункте вам необходимо указать, где хотите приобрести жилье: из города Тарас или из района. Обязательно укажите его правильно и без ошибок. Дальше заполняем контактные данные. Надо указать электронную почту и действующий номер телефона. Если ваши данные верны, вы перейдете к следующему разделу, нажав на кнопку «Создать». В следующем разделе, как показано, указывайте необходимые документы в PDF-формате. Удостоверение личности, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство государственной регистрации гражданского состояния, справка о наличии или отсутствии имущества, справка с места работы на официальном бланке. В последнем пункте указана справка от Отпасобанка. Для этого необходимо иметь приложение от Отпасобанка. Именно через приложение от Отпасобанка вы входите в раздел «Свой счет». Дальше нажимаете кнопку «Операция», выбираете те же кнопки, что и в этом видео. Выбирайте свои необходимые счеты, обязательно выбирайте депозитные счеты. То есть там у вас есть свои накопительные фонды, нужно быть выше 750 тысяч. Именно так вам подается сертификат. Ваша сумма указывается. Дальше вы можете сохранить для себя, нажав кнопку «Сохранить». В дальнейшем направляете заявку. Именно здесь вы загрузите справку, как показано на видео. После того, как вы закончите заполнять документы, вам нужно будет подписать их. Дальше вы даете согласие на заявку, подписывая ЦП-ключем физического лица. Подписать заявку и отправить. На этом подача заявки заканчивается. Отправить заявку, нажав на кнопку «Открыть» и «Подписать». Уважаемый участник программы, перед отправкой заявки обязательно откройте и внимательно изучите каждый из ваших документов. Попробуйте еще раз прочитать заполненные места, затем отправьте заявку в базу.